Комиссия жұмысы өте қызу өтуде. Бұл жерде әртүрлі көзқарастар айтылды, түрлі бағалар берілді, сұрақтар мен күмәндар болды. Ұсыныстар жан-жақты талқыланды, әрбір тұжырым салмақталып, ой елегінен өтті. Мұның өзі жүргізіліп жатқан жұмыстың формальды емес, мазмұнды әрі саналы түрде жүзеге асқанын көрсетеді. Маңыздысы, бұл талқылау жабық форматта өткен жоқ. Комиссия отырыстарының тікелей эфирде көрсетілуі қоғамда кең әрі қызу пікірталас туғызды. Азаматтар өзгеріс турасындағы ұсыныстарды сырттай ғана бақылап отырған жоқ. Олардың мәнін түсінуге, қандай нәтиже беретін ұғынуға ұмтылып отыр. Демек, бүгін талқыланып отырған мәселелер тек комиссияның немесе кәсіби ортаның шеңберінде қалып отырған жоқ. Қоғам бұл өзгерістерден нақты әрі оң нәтижелер күтеді. Негізгі баяндамашының да сөзінен бұл тақырыпқа бүкіл қоғам назар аударып отырғанын байқауға болады. Бізге Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілетін түзетулердің жинақталған жобасы ұсынылды. Ол жоба азаматтардың, сарапшылардың, соның ішінде мен өкілдік ететін адвокаттар алқасының ұсыныстарын ескере отырып әзірленген. Жобаға енгізілген жаңа нормалар қоғамның күткен сұраныстарына сай келеді. Себебі олар адамның негізгі құқықтарына тікелей қатысты. Атап айтқанда, жауапкершілікті күшейтетін заңның кері күші болуы мүмкін ба деген мәселе, сот шешімінсіз ұстауға жол бермеу кепілдіктері, сондай-ақ құқық қорғау органдарының ұсталған азаматқа сол сәттің өзінде оның құқықтарын түсіндіру міндеті секілді түйінді сұрақтар қамтылған. Мен үшін ерекше маңызды әрі қуанышты жайт адвокатты Конституция деңгейінде қылмыстық процесте прокурормен тең дәрежедегі тарап ретінде бекіту туралы ұсыныстың қолдау табуы. Жобаға алғаш рет адвокаттардың құқықтық мәртебесіне арналған арнайы бап енгізіліп отыр. Бұл бізге процестің өзге қатысушыларымен тең жағдайда азаматтың құқықтарын қорғауға нақты мүмкіндік береді. Соңғы 2 күн ішінде біз ұсынылып отырған өзгерістерді жан-жақты әрі мұқият талқыладық. Кеше жобаның алдын ала нұсқасы таныстырылды. Мен бұл өзгерістердің барлығын тереңнен зерделеп шықтым. Мұнда Конституцияның мазмұндық тұжырымдамасын өзгертуге бағытталған өзге де маңызды жаңалықтар аз емес. Олардың барлығы қоғамның бүгінгі сұранысына, заман талабына сай келеді. Осыған байланысты Конституциялық комиссия аясында жаңа Конституция мәселесін қарау орынды деп санаймын.